1865 жылы Джон Александр Ньюленс элементтерді олардың атомдық массаларының өсу ретімен орналастырды. 1829 жылы неміс ғалымы Йоган Вольфганг Дюберейнер элементтерді триадаларға бөліп, яғни үш-үштен орналастыру арқылы реттеуге тырысқан. Оның триадаларының мысалдары литий, натрий, калий, кальций, стронций, барий, фосфор, мышьяк, сурьма, хлор, бром, йод. Кейін 1869 жылы орыс ғалымы Дмитрий Менделеев сол уақытта белгілі болған барлық элементтер енгізілген кестесін ұсынды. Осы кесте негізіндегі топтастырылу біраз өзгерістермен бүгінгі күнге дейін қолданылып келеді, және ол химиялық элементтердің периодтық жүйесі деп аталады. Карлсруэ техникалық университетінің химия профессоры Юлис Лотер Мейер химиялық элементтердің периодтылығын Дмитрий Менделеевтен тәуелсіз зерттеген. Ол химиялық элементтердің периодтық кестесінің өз нұсқасын ойлап тауып, оны 1870 жылы жариялады. Химиялық элементтерді топтастырудың айқын әдістерінің бірі оларды атомдық массалары бойынша орналастыру. Элементтерді қандайда бір ретпен орналастырудың алғашқы талпыныстары ғылыми ортада қолдау таппаған болатын. Осы мәселе бойынша 1869 жылы орыс ғалымы Дмитрий Иванович Менделеев химиялық элементтердің жаңа кестесін ұсынған кезде маңызды бетбұрыс болды. Менделеев элементтерді атомдық массаларының өсу ретімен орналастырды, және оларды ұзындықтары әртүрлі жолдарға химиялық қасиеттері ұқсас элементтер бір бағанада тұратындай етіп топтастырды. Бірақ кестенің бір ерекшелігі болды. Әр элементтің дұрыс бағанда тұрғандығын қадағалау үшін Менделеев кестедегі кейбір орындарды бос күйінде қалдырып кетті. Сонымен қатар, ол бұл бос орындар әлі ашылмаған элементтерге тиісті екенін болжап айтты. Осылайша, ол галлий мен германийдің бар екенін көрегендікпен болжап, олардың қасиеттерін басқа белгілі элементтердің қасиеттеріне ұқсастығы негізінде сипаттап жазды.